ұлы жазушысы Лев Толстой күлкіні әсемдік деп бағалап, оның 97 түрін анықтаған екен. Алайда оның тек бірнеше түрін ғана ел біледі. Олар езу тарту, жымию, қарқылдау, жырқылдау. Ал біздің әншілеріміздің күлкілері солардың қайсына жатады? Оны өзіңіз ажыратып көріңіз. Ал кейбіреулердің түріне қарасаң сызылып қалған әнші әрі актриса Кәмшат Жолдыбаеваның бұл образы талайды күлкіге көмген еді. Алайда өзі де өмірде талай адамды алдаған, әсіресе жігіттер қауымын тез алдап соғады екен. Қанап қалғандай болды да, төбелескеннен. Осың, ой, бәйчөр кеттік, неге бару керек, больницаға бару керек. А ол, жаңағы досымыз, ол осы жердікі емес, ол Алматыныкі емес, ол басқа жақтан келген. Бірақ оның машинасы бар. Үйден шығамыз да, жаңағы айтып отырамыз жолда, қазір оңға, енді тағы да оңға деп сөйтіп не керек, біз өзіміздің районымыз бар ғой, соны айналдырып, жаңағы біздің үйдің айналасын айналдырып жүрміз. Оның ешқандай есіне ештеңе келіп отырған жоқ. Сахнада тек ән салып қана қоймай, оған қоса жұлқынып, би-билеп ерекшеленетін Алашұлы тобы өздерінің кейбір ебедейсіз қылықтарымен халық алдында талай күлкіге қала жаздаған. Әзімбек оң жағында тұрған. Өзіме жұлқынып айтып жатқан кезде шынтағым Әзімбектің қолына тиіп кетті де, микрофон орды столдың астына кіріп кетті. Менен кейін Әзімбектің партиясы. Енді микрофон түгелімен столдың астына домалап кіріп кетті. Шашылып отырған жақты батарейкасын бар. Енді не болады екен деген кезде Әзімбек зу өтіп столдың астына кіреді. Менің партиям дегенше астындағы микрофонды бітіріп жасап астына батарейкаларын жинап, бұрап барлығын столдың астынан атып шығады. Осы оқиғадан кейін топ мүшелері сахнада, тойда болсын, бір-біріне аса жақын тұрмауға тырысатын болған. Елге күлмес ханшайым болып танылған әнші Баян Нұрмышева Ерлан Орынбасаровқа тұрмысқа шыққалы бері әзіл мен қалжыңнан көз ашпай келеді. Ерланның шамадан тыс алдайтыны сонша, Баян үйіне ұры түскен күнде де сенбейтіндей дәрежеге жеткен. Біздің үйді бір рет тонаған кезде, мен телефонымды Ерланнан сұрап жатырмын ғой. Телефоным қайда деп, сонда біздің үйге ұры түскен деген кезде мен сенбей қойдым. Сен қалжыңдаватсың, ойнаватсың деп, ондай да сәттер болған. Тіпті соңғы бейне баянын түсірген кезде операторлар мен режиссерлердің қаржысын тығып қойған. Сөйтіп, Ерлан Баянды тағы да ары-бері сенделткен. Дегенде ақшаны алдың ба деді. Ой, бүтіп деп жүгіріп барып үйге барып қараймын, жоқ. Жүгіріп машинаға келем, жоқ деймін. Сен алған жоқсың ба десем, мен қайдан алған жоқпын деймін. Жүгіріп үйге кетем, бар жерді қопарып іздеймін, жоқ, қайтып машинаға келем, жоқ қой, не істеймін деймін. Ал түсірілім болатын кезде біз жаңағы түсіретін оператор бар, жұмысшылардың қаражатын беру керекпіз, солай келісілген болатын. Сонымен жаңағы жерде біраз әлекке түсіп. Бала бар ма бұл күнде? Шетінен бәле. Іштен туған кезде Шварценеггер болып туған бұларың бар. Ал актер Асқар Наймантаев үшін күнде күлкі күні. Елдің бәрі одан тек әзіл күтеді. Сондықтан болар бір күн әзіл айтпаса басының сақинасы ұстап қала береді екен. Гейтекең деп халық бір жақсы біледі, ол гейтелердің ойнаған тамашада. Енді сол гейтекеңмен біз өзі қатты қалжыңдасамыз, сол кісіні алдаймыз, сол кісіні бір ашуланғанын жақсы көреміз, ол кісі өкпелесе алдай қарамай кетеді. Әңгімелесіп тұрған кезде олан қайтадан проводты қайтадан тартып кетіп, капотын жауып кетіп қалған. Біраздан кейін Мұхаммед Шыңғысбайды, ана мәшіне қайтадан оталмайды. Сен келді, бұланды да ерінбейді ғой, ол сол Мұхаңмен ойнау үшін Алматыдан Талғарға қайта барады. Бүгінде Бәрекелді атты әзіл сықақ театрының актері жаңа ізденіс үстінде. Атсалысып көмектесіп жатырмыз. Тамашада қайтып бір қалпына келсек екен, бұрынғыларды шақырып деп бір әрекет жасайтын көрінеді, ол да бар. Сейіт Кенжахметұлының сөзімен айтатын болсақ, күлдіре білу өнер, күле білу өмір, ал күлкі болу өлім деген екен. Сондықтан да құрметті көрермен, жүзіңізге күлкі үйретін сәттеріңіз көп болсын деп тілейік.